Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен кепкен жемістер қосылған кекс рецептісімен бөлісетін боламын. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басыңыз. Қажетті ингредиенттер: алдымен ұн, тұз, қопсытқышты ыдысқа салып, араластырып аламын. Бөлек ыдысқа сары май мен қант ұлпасын, қаймақ пен жұмыртқаны салып араластырамын. Үстіне құрғақ ингредиенттерді қосып араластырамын. Майдалап туралған кепкен жемістерге ұн сеуіп араластырамын. Сосын сұйық массаға қосамын. Форманы майлап, сухари себелеп, массаны құямын. Бетін тегістеп алып, 170 градустағы пеште шамамен 30 минут пісірдім. Сіз пісірерде өзіңіздің пешіңіздің немесе духовкаңыздың қыздыру мүмкіндігін ескеріңіз. Міне, кекс ерекше дәмді, жұмсақ болып пісті. Сіздерге де міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Алдағы уақытта каналда жаңа рецепттермен бөлісіп отыратын боламын.